өздерінен бала болмағаннан кейін бірнеше жыл әртүрлі емдерден өткеннен кейін баланың бір балаға зар болып жүргендер еріксізден әрине бізге келеді, репродуктологтарға келеді, эко жасап көрсек деп келеді. Жақсы эко жасайсың ғой, бірақ сол эконың өзі қаншалық нәтиже береді? 100% ешқандай нәтиже бермейді, өкінішке орай. Себебі бұл бала, бұл зат емес, ойыншық емес. Ал адамнан адам жасау ол өте қиын деп айтсақ та болады, қаншалықты медицина дамып тұрса да. Сондықтан кейде нәтиже береді, кейде нәтиже бермейді. Кейде нәтижеге 3-ші реттен жетіп жатады. Кейде нәтижеге 5-ші реттен кейін жетіп жатады. Бұның барлығы неге байланысты? Бұның барлығы пациент пен врачтың арасында қарым-қатынасқа да байланысты. Бұның барлығы барған клиниканың лабораториясына да байланысты. Бұның барлығы сол пациенттен алынып жатқан материалдың қаншалықты сапалы екеніне де байланысты. Мен ылғи айтам пациенттерге, сізде егер өзіңізде болып кетіп жатса, сіз бізге келмес едіңіз деп. Яғни сізде проблема болғаннан кейін келіп тұрсыңыз. Ал проблеманы біз кейде шеше аламыз, кейде шеше алмаймыз. Жиі ерлердің бедеулігі көп. Әрине, егер ерлердің ұрығы өте әлсіз болатын болса, яғни салып жатқан эмбрионымызға да ол әсер етеді, міндетті түрде нашар болады. Кейде әйел адамның ұрығы жарамай жатады. Өздігінен генетически қандай да бір ауытқу болады. Ұрықтардың өзінде әйел адамның яйцеклеткасының өзінде. Әрине, бұл да экоға жасағанмен нәтиже бермей жатады. Сондықтан да бұл қандай жолдардан өтеді? Қиын жолдардан өтеді, және айтып өттік. Бұл шыдамдылық пен төзімділік міндетті түрде керек. Және экоға келіп жатқан пациенттерден врачпен арасында қарым-қатынас өте дұрыс болу керек, сенімділік болу керек, үміт болу керек. Және экоға келіп жатқан пациенттер өзінің физикалық жағынан тұрғыдан дайын болып келу керек. Мысалы, келеді, мен экоға келдім деп, салмақ 110-120 килограмм, 25, 27, 28 жастағы қыздарда, иә. Әрине, бұл жақсы деп айта алмаймын мен, оны өздеріңіз де білесіздер, артық салмақты, иә. Сондықтан экоға келетін болсаңыздар, жаңағыдай толық дайындалып, кейбіреуінде трубаларында су болады, не болмаса басқа да тағы тексерілетін жақтар болады. Соның бәрін тексеріп, дайындалып, келіп жасатса, болып кету сәттілігі жоғары деп айта аламын. Бірақ өкінішке орай біз 100% шанс гарантия бере алмаймыз. Бірде болады, бірде болмайды, болмай қалса келесі жолы тағы жасайды. Міндетті түрде көтереді. Мен айтарым, если әйел адамның жасы асып кетпесе, жатыры болса, денсаулығы жалпы дұрыс болса, ана болмай кетпейді бұл жерден. Міндетті түрде ана болуға атсалысамыз, және ол кісі міндетті түрде ана болады, егер денсаулығы бәрі жақсы болса. Ал эконың енді жалпы өзі қалай өтеді десек, ол толық анализдерден тексеру, және стимуляция жасаймыз ұрықтарына, әйелдің ұрықтарын өсіруге стимуляция деген. Одан кейін аламыз, оны пункция жасап, одан кейін күйеуімен ұрықтандырамыз, кейін оны салып береміз. Осындай 4-5-6 этаптан өтеді келіншек. Бірақ бұл өтіп жатқан этаптардың қаншалықты сапалы және қаншалықты бұл өтіп жатқан этаптардан нәтиже болады, бұл әрине салатын эмбрионның сапасына байланысты және келіншектің денсаулығына байланысты. Сондықтан да үміттеріңізді үзбеңіздер деп айтамыз біз әр сайын. Бәрі бір үмітпен жүрген қыз келіншектер ғой осы жерде. Бір бала болса екен деп, бір балаға зар болып жүрген келіншектер, бірақ бұл өте қиын. Бізге айтқанға жеңіл, себебі бұл біздің күнделікті жасап жатқан жұмысымыз. Ал басынан өтіп жатқан келіншектерге бұл өте ауыр. Себебі бірде оны түсінеміз, врачтар, бірде пациент түсінбейді. Оны түсінетін жанында жан-жары, туған туысы, әке-шешесі, ата-енесі қолдап отырса, сол кезде келіншектің де көңілі көтеріңкі болады. Сол кезде ол да қатты депрессияға кіріп, сондай уайымдап кетпейді. Сондықтан да бізге айтуға оңай, сіздерге қиын, бірақ қандай қиыншылық болмасын, шешілмейтін проблема жоқ. Шешілмейтін проблема ол болады, егер жазылмайтын бір аурулар болса, санаулы күнің қалды десе, ол шешілмейтін проблема. Ал басқа проблеманың бәрін шешуге болады. Тек оған біраз қажыр, қайрат, үміт, шыдамдық